بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Мынау Рамазан айында біте берген кезде берілетін пітір садақасы туралы біраз айтып кеткіміз келіп жатыр бауырларымызға. Көбіне сол жан басына берілетін садақа деп қазақтарда қалыптасып кеткен. Расында солай, отбасында қанша адам болатын болса, сонша адамнан беріледі екен. Бұл пітір садақасы мысалға әйтеуір ішіп жейтін тамағы бар, бала шағасының артылған тамағынан содан алып жаңағы кедей кепшікке мұқтаждарға берілетін садақаны атайды екен. Отбасында қанша адам болатын, ол кішкентай бала бола ма, үлкен бала бола ма, әйел кісі бола ма, ер кісі бола ма, қартайған кісі бола ма, сау кісі бола ма, ауру кісі бола ма, солардың бәрінің атынан беріледі екен. Егер үйдің егесі, басшысы болған мысалы ер кісі өзінің әйелі, бала шағасының бәрін атынан берген болатын болса, ол да олардың бәрін мойнынан түскен болып қалады екен. Ол енді пітір садақасын беру уәжіп есептелінеді. Егер шамасы келіп тұрып бермеген болатын болса, яғни ода күнә бар есепті болып қалады екен. Енді бұл пітір садақасы сонау пайғамбарымыздың кезінен келе жатқан істің бір несі. Оның енді берілуде хикметін жаңағы түсіндіреді. Мына ораза тұтқан адамдар бере бастайды екен. Хадисте келгеніміз сияқты фарада Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям садақатал фитр дейді. Бізге пайғамбар пітір садақасын парыз еткен еді дейді. Не деп келеді? Тухрадан лиссоими деп келеді. Жаңағы ораза тұтқан адамға бір тазалық болады. Жаңағы минал лагви уар рафас, ораза кезінде сөйлеп қойған бір жаман сөзі, жаман бір қылықтар болатын болса, содан бір тазалық болады деп келеді екен. Ва туъматан лил масакин, және міскіндерге бір тамақ дейді да, ол міскіндердің бір жағдайын көтеріп тастау болып табылады екен. Осында үлкен бір екі хикметі бар екен. Өйткені ораза болғаннан кейін, оразаға байланысты өзі хадисте бар ғой, пайғамбарымыздан жетеді: "Ман лам яда қаула зур вал амала бихи, фалайса лиллахи хаджатун ан яда таамаху ва шарабаху". Енді ораза тұтқан адам дейді, жаман сөзді, жаман істерге, сөзге қатысты болған жаман істерді тастамайтын болатын болса, Аллах тағала оның тамақ ішпегеннен, сусын ішпегеннен мұқтаж емес деп келеді екен. Яғни ораза кезінде сонымен қатар адамға не болу керек екен? Жаңағындай жаман сөзден де, тек қана аузын ғана тағамнан, судан тыйып қоймастан, онда ол адамға құлағын жаман сөзден тыю керек болады екен, көзін жаман істен тыю керек болады екен. Енді адам пенде болғаннан кейін оразаның кезінде хулиқал инсана заиф, адам әлсіз жаратылған дейді. Кей кезде болмашы нәрсеге ашуланып қалуы мүмкін, кей кезде байқамай бір қатты сөздер сөйлеп қоюы мүмкін. Мына сол оразаның сауаптарына қандай да бір нұқсандар әкеп қалады екен. Мына сол нұқсандардың орнын толтыруға бұл садақаның жаңағы көмегі бар екен. Ол не деп келеді екен? Сол жаңа кеткен кемшіліктер тазалап өтеді екен. Сөзбен кетті ма, басқамен кетті ма, соның бір кемшіліктерін бір қайтқаны орнын толтырып беруге көмектеседі екен. Екінші, бұл жаңағы туъматан лил масакин деп келеді, бір міскіндерге, мұқтаждарға тамақ дейді. Пайғамбарымыздың кезінде бұл пітір садақасы айт намазының алдында берілетін. Яғни кәдімгі Рамазан оразасының соңғы кеші болып, Рамазан айы сол жаңағы бітіп жатқан кезде, ертесіне айт намазын оқимыз деген кезде, елдер сол айт намазына дейін соны беретін. Ондағы мақсат, яғни ертең айт күні болған кезде, айт деген үлкен бір мейрам, сол мейрамда кедей кепшіктің дастарханында да бір нәрсе болсын. Ол кезде тамақпен берілетін, соан мин шаирин, соан мин тамрин, соан мин буррин, соан мин забибин деген сияқты, өзі хадистер келген сияқты, пайғамбар бізге бұйырған еді дейді. Жаңағы Омар разиаллаху анху жеткізген хадисте келеді, пайғамбар бізге бұйырған еді дейді. Біз сондай пітір садақасын беруді, ол біз беретімізде жаңағы со деп қояды, сол кездегі өлшем бірлік. Жаңағы біздің кезімізде оны бір 2 килограммға татитын жаңағы азықты айтады екенбіз. Сонда жаңағы арпадан бір 2 килограмм болмаса, бидайдан 2 кило, яки болмаса жүзімнен 2 кило, құрмадан 2 кило, осындайдан бізге беруге бұйыратын еді дейді. Яғни әрбір жер өзінің ішіп жеп отқан тамағындарынан береді екен. Яғни басқа жерде ол күріштен де болуы мүмкін, басқадан болуы мүмкін, яғни бір кәдімгі дастарханға қойылатын тағамдар содан беріледі екен. Енді ол осы кедей кепшікке берілгеннен кейін, ол мейрам күні ел қатарлы мейрамдай алдында мүмкіндік туғызады да. Сөйтіп оның дастарханы жай болып тұрады. Оның да бақына мейрам көңілі, айт көңілі, оның да көңілінде пайда болады екен. Сонда бұл жаңағы бірінші ораза тұтқан адамның өзінің бірінші ораза кеткен кемшіліктерін сөзбен кетті ма, көзбен кетті ма, басқа мекем сол кемшіліктің орнын толтыруына көмектеседі бұл пітір садақасы. Екінші, кедей кепшіктің көңілін көтеруге көмектеседі екен. Ал енді өзгенің көңіліне осындай бір жағдайын көтеріп қуаныш кіргізу, бұл Аллахтың алдындағы үлкен бір Аллах жақсы көретін істерінің бірі болып табылады екен. Ал енді ілгергі біз айттық, ораза жаңағы пайғамбарымыздың тұсында
Пайғамбарымыздан кейінгі сахабалардың тұсында бұл пітір садақасы жаңағы ораза айт намазына жақын уақытта берілетін еді. Ал кейін мұсылмандардың саны көбеюіне байланысты, оны сол күні үлгеріп кету мүмкіндігі қиындықтауына байланысты, ол 2 күн ерте беру деген пайда болған жаңағы сахабалардың кезінде Омардың тұсында. Одан кейін өте бере оны 10 күн ерте беру басталды. Одан өте бере 20 күн ерте беру, тіпті 1 ай ерте беруде басылып кеткен. Енді адамдар ерте беріп жатқанса Аллах қабыл етсін дейміз. Бұл жаңағы пітір садақасының өзінің хикметі сол болып табылады екен. Енді және де пайғамбар хадисте келеді, ағнухум анит тауаф фи хазал яум деп келеді екен, кедей кепшіктерді сол жаңағы айт күндері айтқанда біреуге алақан жайғанынан құтқарыңдар деп келеді екен. Сонда жаңағы пітір садақасының және бір себебі сода болып келеді екен. Бұл жаңағы зекет сияқты емес, бір дүниең бір үлкен байлыққа жеткен кезде бұл пітір садақасы дегеніміз бұл өзіңнің ішіп жеп отырған тамағынан артықша нәрсе болған болса болды боталады екен. Енді бізде оны жаңағы дін басылары өздері ақша мөлшерімен өлшеп 2 килограмм бидайдың көлемімен беруі мүмкін. Енді біреу оны артықша қылам деп ол өлшенген нәрсені артықша берем десе, 2 килограмм жүзімнің бағасымен берем десе, 2 килограмм құрманың бағасымен берем деген болатын болса, дейді. Кім артықша жасаса, оған артықша сауап жазылады дейді. Яғни кім артықша жақсылық жасаса, оған артықша сауап жазылады деп айтқан сияқты, ол сауабы да еселеніп отырады екен. Аллах Тағала солай тұр осы пітір садақасын тиісті орындарға беріп, соның тиісті сауабына ие болды баршамызға нәсіп етсін. Енді осы жерде жаңа қосып кетейік айтқа байланысты. Енді пітір садақасы берілу жақындағаннан кейін, беріле бастаған кейін, оның артында айт намазда тұрады екен. Бірінші айт деген сөз өзі қазақта біз айт күні дейміз, айт намазы дейміз, бұны қолданамыз. Бұл өзі арабтың айидун сөзінен шыққан. Яғни бізге өз сөзіміздей болып сіңіскен. Өйткені ілгергі ата-бабаларымыз бұл дінге деген құрметтер ерекше болатын. Сол құрметтен ерекше болуына байланысты Құранда келген, сүннетте келген көптеген сөздер айтқанда олардың қолданыстарында жиі қолдануға байланысты айтқанда терең орын алған болатын. Енді бұл айт сөзі, біз енді айт десе, оны әрбір қазаққа айтпаса түсінікті. Айттың қандай күндер екенін, бұны біз мейрам деп атаймыз. Ол мұсылманда 2 үлкен мейрам бар екен. Бірісі ораза айт деп қояды, бірісі құрбан айт деп қояды. Ораза айт ораза біткен кезде болады, құрбан айт ол жаңағы қажылық рәсімдері бітіп жатқан кездегі сол айтты айтады екен, жаңағы құрбан шалатын кездегі. Бұл пайғамбарымыз жеткен бір хадисте келеді. Осы ораза айт күні болған еді. Пайғамбарымыздың қасында 1-2 жас қыз айтқанда сол мейрам көңіліне байланысты өлең айтып отырған болатын. Омар келіп олардың өлең айтқанын көріп, оларға зекиді. Сендер пайғамбардың қасында отырып қалай өлең айтып отырсыңдар дейді. Сонда пайғамбар айтқан екен, "Дахума, жоқ, тиіспе, қоя бер оларды. Фа инна ликулли қаумин айдан, әрбір қауымның өзінің мейрамы болады. Жана дейді, ва хаза айдуна, ал бұл айт болса біздің мейрамымыз" деп айтып кеткен екен пайғамбарымыз. Сонда бір айт күнінде адамның көңілі көтеріңкі болуы ол жақсы істерден болып табылады екен. Мұсылмандардың мейрамының бәрі ерекшелігі, олар басқа бір дін өкілдерінің мейрамдарына ұқсамайды. Бұл айда мұсылмандар көбірек құлшылық жасауға тырысады, көбірек шүкірлік қылуға тырысады, көңілдері көтеріңкі болып отырады. Бір-біріне жақсылық жасауға, тек қана жаңағындай бай-байға, сай-сайға деген сияқты емес, ол жаңа айтты бірге, кедей кепшікпен бірге тойлауға, олардың да тойлауына мүмкіндік туғызуға әрекет жасап отырады екен мұсылмандар. Енді бұл айт күндеріне байланысты өзінің бір кейбір әдептері бар. Соларға кішігірім тоқталып кеткенді жөн көріп отырмыз. Айт күні жаңағы такбир айтуы дейді. Бұл енді қазір өте бір ұмытылып баратқан пайғамбар сүннетінің біреусі. Тірілген адамға көптеп сауап жазылады. Бұрын кезде бұлар өте қатты жасалушы еді. Такбир дегеніміз, яғни Аллахты ұлықтау. Ол мына сөздер екен: Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, валлаху акбар, валиллахил хамд. Яғни Алла ұлы, одан өзге сүйінуге лайықты ешбір тәңір жоқ. Алла ұлы, барша мақтау Аллахқа деген сөздер екен. Міне осы сөздерді, яғни егер осы сөзді қай бір кісі толық айтуға шамасы келмей жатса, ең болмаса Аллаху акбар деген сөздерді айтып отырса, ол да такбир айтқан қатарына кіріп қалады. Бұл жаңағы такбир сол жаңағы адамның үйінен шығып, осы айт күні мешітке барғанша айтылады екен. Соған барғанша жол бойында осы такбирді айтып, мешітке кіргеннен кейін ол такбирін тоқтатса болады, имам мінберге шыға бастаған тұстарда. Одан кейін енді ол күні айт күні істелетін және нәрсенің біреусі иғтисал деп қояды, жуынып шайыну, толық кәдімгі жуынып шайынып алу, ғұсыл алу болып табылады екен.
адам сол айт күннің алдында моншаға түсіп жатқан болатын болса, толық бір басы денесін толық жуып шығып жатқан болса, ол өте бір жақсы нәрсе. Жалпы мұсылманшылықта осындай мұсылмандар жиналатын күндері жуынуды сүннет көреді. Жұма намазында мысалы адам көп жиналатын жерде, айт намазында адам көп жиналатын жерде сүннетте көбінесе жуынуды, әтірленуді, дұрыс киім киюді айтқанда мақұл көреді екен. Соған тән бұл айт кезінде де жаңағы айтқа барардың алдында, айт намазына барардың алдында адамға толық жуынып, басы аяғын денесін жуынып алғаны дұрыс болып табылады екен. Одан кейін жақсы киімдерін кию. Кәдімгі сахабалар, олардың басқалар да кәдімгі дұрыс киімдерін киіп алуға тырысатын. Дұрыс киімдерін киіп, өйткені мейрам бір көңілі сезіну үшін үстінде киім болатын соны жуып, шайып, тазалап киіп алуға тырысқан екен. Ал енді әйелдерге тән нәрсе, әйел кісі қай уақытта болатын болса да сыртқа шыққан кезде ол өзінің бойына берген сұлулығын бөтен көзден сақтау керек. Ол сұлу жаңағы ұзын киімі, орамалы, соны орамалы таққан күйде, ұзын киім жаңағы киген күйде шыққаны дұрыс. Оған жаңағы өзінің Аллахтың бойына берген сұлулықтарын айтқанда елге ашкер етуі күнә болып табылады. Енді біздің қазір заман сондай болды, шариғаттың кішкене терең үйретілмеуіне байланысты ма, жоғанда басқа да бір заманның осыншалықты бір құбылып жалған саясаттардың көбіне байланысты ма, өкінішке орай әйел заттарының етек жеңдері қысқарып кеткені қатты уайымдатады. Ал енді бұл әйел кісіге ол жаңағы айт намазына оларға да баруға рұқсат етіледі, бірақ жаңа киімдерін киініп алады екен. Ер кісілер әтірленіп жұпарланатын болса, әйел кісі сыртқа шыққан кезде әтірленіп жұпарланбағаны жақсы екен. Және де айт намазына шығар кезде, үйден шығып баратқан кезде бір нәрсе жеп шыққан дұрыс. Бұл ораза айтта. Құрбан айтта жемей шығады. Сөйтіп құрбан етінен ауыз тиеді. Бірінші болып. Ал енді ораза айтта керісінше үйден бір нәрсе жеп шыққан жақсы. Пайғамбарымыз құрма жеп шығатын. Және ол тақ қып жеп шығатын. Сол үшін кімде-кім құрма таба алатын болатын болса, айт намазына баратын кезде құрманы жеп шыққан жақсы. Тақ қылып, біреу қылып, үшеу қылып, бесеу қылып деген сияқты тақ қылып құрма жеп барғаны жақсы болып табылады екен. Ал енді құрма табылмаса, онда кез келген тағамның түрменен айтқанда сол жанан жеп айтқа қарай жөнелсе болады екен. Енді айтқа барған адамға, мешітке барған, мысалға айт намазын оқуға барған адамға қайтар жолда барған жолынан бөлек жолмен қайтқан жақсырақ. Бұл да хадисте келеді. Хадис жеткен бойынша пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айт намазына шығып, барған жолмен қайтқан жоқ, басқа жолмен қайтты дейді. Оған байланысты ғалымдар көп деген түсіндірме беріледі. Яғни көбірек адамдарды былай айтқанда айтты несімен құттықтап көңілдерін көтеріңкі болу үшін, көбірек сұрақ қоятын адамдарға жауап беру үшін деп келеді екен. Болмаса Аллахтың жаңағы шариғаты тереңірек ел арасында тарай түсу үшін пайғамбар осындай бөлек жолмен жүрді деп келеді екен. Қалай болса да айт кезінде бөтен жолмен жүрген екен, амандасушы кісілер де көп болады, бір-бірін құттықтаушы кісілер де болады. Сөйтіп бір-біріне адамдар көбірек жақсылық сыйлайды екен. Енді ол нәрсені біз бұрын аталарымыздан, апаларымыздан көруші едік. Ауылды жерде енді көбінесе бұл жақсы сақталған. Олар барған кезде жаңағы айттап, үйлердің бәрін айттап кіріп шығатын еді. Қайтар жолда барар жолда басқа жолмен барып, қайтар жолда басқа жолмен қайтатын. Бұл да сол пайғамбарымыздың сонау сүннетінен қалған бір іздер белгілер болса керек деп ойлаймыз о кісілерден. Одан кейін енді бұл айт намазын мешітте барып оқыған жақсы. Мүмкін болатын болса, жаңа кішкене балалар болса да ертіп барып, үлкен кісілер болсын, әйел кісілерге де, қария кісілерге де барып, мүмкіндік болған бәріне айт намазына барып қатысқан болып табылады, жақсы істерден болып табылады екен. Енді бұл жаңағы жалпы қарапайым жамағатқа қатысты нәрсе. Ал енді айт намазында имам өзі сол жаңағы айт намазын жамағатпен бірге оқиды. Айт намазының өзінің құтпасы болады. Сол құтпада айт кезінде істелетін істерді имамдар баяндап өтеді елдерге. Соған құлақ салып, кішкене құлақтанып, дұрыстап алу қажетті болып қалады екен. Одан кейін айт кезінде және бір істелетін нәрсе ол құттықтаулар. Құттықтаулар бар екен. Жаңағы сахабалар айт кезінде бірін-бірін құттықтайтын, олардан көбінесе айтылған сөздері тақаббалаллаху минна ва минкум деген сөздер болатын. Алла біздерден де, сендерден де қабыл етсін құлшылық ғибадаттарымызды, осы ұстап өткен оразаларымызды, жасаған оқыған намаздарымызды қабыл етсін деп тілейді екен. Сол үшін әрбір жақсы сөз айт кезінде бір-біріне құттықтау, біріне көңілін көтеретін сөздерді сөйлеу, ол да шариғатта бір жаңағы белгілері бар сөздерден болып табылады екен. Аллах Тағала сол айт күндеріне біздер баршамызды жеткізсін. Сол жаңағы ғалымдар айтқан сияқты
kullu yawmin la yuhsala fihi fa huwa aidun дейді. Күнәсіз өткізген күннің бәрі сен үшін айт деген екен дейді. Сол үшін осыны бір жаңағындай Аллах Тағаланың алдында біздің қандай кеткен кемшілігіміз болса Аллах кешірім етіп, күнәміздің аз болуын, жақсылығымыздың көп болуының, және Аллахтың алдында жүзіміздің жарқын болуының, қияметтің күнінде шынымен батқанда жәннатқа кіресің деген сөзді естуді Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика ашһаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк.